Мексика жақта остров Кукол, яғни қуыршақтар аралы бар. Легенда бойынша 1950 жылы мына кісі Хуан Сантана деген қайығында балық аулап отырады. Сол кезде бір қыздың айқайлап суға батып баратқан, көмек сұраған даусын естиді. Қайығымен жүзіп барам дегенше ол қыз суға батып кетеді. Судың бетінде тек қана кукласы жатады. Қызды құтқара алмаған бұл кісі өзін жайсыз сезініп, сол маңайдағы талға қыздың кукласын іліп, яғни өліп кеткен қыздың жаны жай тапсын деп кукланы іліп кетеді. Сол кезден бастап бұл кісінің ұйқысы тыныш болмайды. Түсінде қыздың рухы келіп, көмек сұрайды, маған жаңа кукла кеп бер дейді, яғни қыз жалғызсырап жатқанын білдіреді. Хуан Сантана жаңадан кукла алып, апарып іліп кетеді. Содан кейін ұйқысы тынышталғандай болады, бірақ қайтадан қыздың рухы келіп, басқа кукла сұрайды. Солай 50 жыл бойы куклалар апарып іле береді ғой, қыздың рухы тынышталсын деп, бірақ тынышталатын түрі жоқ. Сондықтан Хуан Сантана әр кукланы урод қыла бастайды ғой, біреуінің аузын кесіп тастап, қолын кесіп тастап, аяғын кесіп тастап деген сияқты солай іле бастайды. Сонда да қыздың рухы тынышталмайды. 2001 жылы Хуан Сантана сол қыздың батқан жерінде суға батып өліп кетеді. Бір жерлерде қатты мас болған дейді, бір жерлерде жүрек талмасына ұшыраған дейді, яғни сердечный приступ. Қалай болса да сол жерде суға батып өледі. Ол жерге барған туристер айтады, что түнде жылаған қыздың даусын естуге болады деп. Сосын куклалар қимылдайды екен, сонымен қатар әртүрлі дауыстар естіледі екен.